Сәлеметсіздер ме? Мен аты-жөнім Тұрсынғазина Динара Серікқұлқызы. Мен Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінде есеп экономикалық пәндер бойынша сабақ беремін. Сабақ беретін пәндерім бухгалтерлік есеп. Бүгін бізде осы бухгалтерлік есеп пәні бойынша оқу тәжірибесі. Сабақтың тақырыбы ие мүліктің құрамы мен орналасуы және құрылу көздері бойынша топтастыру. Сабақтың негізгі мақсаты кәсіпорын мүлкін құрамы бойынша топтастыру және орналастыруды білу. Кәсіпорын мүлкін құрылу көздері бойынша топтастыруды білу. Шаруашылық құралдар құрамы мен орналасуы бойынша өндіріс құралдары, айналым құралдары, оқшауландырған құралдар болып үшке бөлінеді. Өндіріс құралдарына еңбек құралдары мен еңбек заттары жатады. Айналым құралдарына еңбек өнімдері, ақша қаражаттары, есеп айырысудағы қаражаттар кіреді. Және үшінші, оқшауландырылған қаражаттарға негізгі құралдар мен айналым құралдары жатады. Шаруашылық құралдар құрылу көздері бойынша екіге бөлінеді. Ол бірінші меншікті капитал, екіншісі міндеттемелер. Меншікті капитал, жарғылық капитал, резервті капитал, есепті кезеңдегі таратылмаған табыс болып бөлінеді. Ал міндеттемелер ол жабдықтаушылар мен қарыздар, бюджетке салықтар бойынша қарыздар, тартылған қаражаттар болып бөлінеді. Осы жіктеме негізінде біз сіздермен оқу тәжірибесінде бірнеше есептер шығарамыз. Есептерді шығармас бұрын мен сіздерге осы бүгінгі шығаратын есеп бойынша мысал келтіріп, есеп түсіндіріп өтейін. Бұнда тапсырманың шарты: біріншісі, ием құралдарын көздері бойынша топтастырыңыз. Екінші, топтастыруды бірінші кестені пайдалана отырып орындаңыз. Ұйымның қаңтардың біріне төмендегіде шаруашылық құралдары болды. Бірінші, кассадағы ақша қаражаттар 50 мың теңге, есеп шотындағы ақша қаражаттары 600 мың теңге, ғимараттар мен үйлер 200 миллион, машиналар мен жабдықтар 1 миллион 500 мың, көлік құралдары 700 мың, жарғылық капитал 10 миллион, есептік кезеңнің басындағы табыс 50 миллион, резервті капитал 1 миллион 500 мың, қысқа мерзімді берілуге тиісті аванстар 50 миллион, банктің ұзақ мерзімді қарызы 20 миллион, бюджетке салықтар бойынша қарыздар 600 мың теңге, және қысқа мерзімді кредиттолық қарыз 50 мың теңге. Осы аталған бірінші кестенің негізінде мына екінші кестені біз толтыруымыз керекпіз. Бұл толтырудың негізгі мақсаты, және мен сіздерге осы шаруашылық құралдарын екі жүктемесін атап өткен. Онда әрбір жүктемеге қандай шаруашылық құралдарын жататынды көрсетіп айтқан болатын. Енді бірінші өндіріс құралдарына келетін болсақ, оған еңбек заттары мен құралдар жататын. Еңбек құралдары біздің бірінші кестемізден алатын болсақ, ғимараттар мен үйлер, машиналар мен жабдықтар және көлік жатады. Бұнда сомалары ғимарат пен үйлердікі 200 миллион, машиналар мен жабдықтар 1 миллион 500 мың, көлік 700 мың. Еңбек құралдарының барлық сомасы, осы сомалардың қосындысы 202 миллион 200 мың теңгені құрайды. Яғни, өндіріс құралдарының барлығы 202 миллион 200 мың теңге. Келесі айналым құралдар. Бұған жататындар ақша қаражаттары және есеп айырысу қаражаттары. Ақша қаражаттарына кассадағы ақша қаражаттары 50 мың теңге, есеп шотындағы ақша қаражаттары 600 мың, ақша қаражаттарының барлығы 650 мың теңгені құрайды. Есеп айырысу қаражаттарына бұнда қысқа мерзімді берілуге тиісті аванстар 50 миллион, есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының барлығы 50 мың теңгені құрайды. Айналым құралдарының барлығы жәнегі ақша қаражаттары мен есеп айырысу қаражаттарының сомасының қосындысы 50 миллион 650 мың теңгені құрайды. Үшінші, меншікті капитал. Бұған жатқызылатын жарғылық капитал 10 миллион, есепті кезеңнің басындағы табыс 50 миллион, резервті капитал 1 миллион 500 теңге. Яғни меншікті капиталдың барлығы 61 миллион 500 мың теңге. Төртінші, қарызға алынған қор көздері. Бұған жатқызылатындар: банктың ұзақ мерзімді қарызы 20 мың теңге, қарызға алынған қор көздерінің барлығы 20 мың теңге. Бесінші, тартылған қаражат көздері. Бұған кіретіндер бюджетке салықтар бойынша қарыздар 600 мың,
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 50 мың, тартылған қаражат көздерінің барлығы 650 мың теңге. Енді үйім құралдарының барлық сомасын есептеп шығару үшін біз өндіріс құралдарының барлығы сомасы 202.200, айналым құралдарының барлығы 50.650, меншікті капиталдың барлығы 61.500, қарызға алынған қор көздерінің барлығы 20 мың, тартылған қаражат көздерінің барлығы 650 мың теңгенің қосындысын шығарып 335 мың теңге деп таптық. Мұнда бұл есепте біз жаңа министрге айтып өтті мақсатында кәсіпорындағы барлық шаруашылық құралдардың топтастыруда бір-бірлерінен ажырата білу. Келесі есептерді шығару кезінде осы мысалды пайдалана отырып, сіздер ары қарай топтастыра аласыздар. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.